Оқушылар, бүгін біз жаңа дыбыспен танысатын боламыз. Әрине ол қызыл үйдің тұрғыны «ы» дыбысы екен. «ы» дыбысын біз жуан дауысты дыбысқа жатады. Мінекей қызыл түспен белгілендіктен біз оны қызыл үйге кіргіземіз. «ы» дыбысы сөздің басында келеді, сөздің ортасында, соңында келеді екен. Енді «ы» дыбысынан басталатын ыдыс және ысқырық деген сөздер бар екен. Мына жерде біз шәйнек, кесе, пышақ, шанышқы, қасық, табан барлығын ыдыстар дейміз. Сол кезде бірінші біз «ы» дыбысын айтып тұрық. Ал мынау ысқырық. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерінен көрген боларсыңдар. Оқушыларды жаттығу жасайтын кезінде ысқырық арқылы жинап алады. Ысқырық. Бұл жерде де «ы» дыбысы сөздің басында келіп тұр екен. Енді орын тап деген ойынды ойнап жіберейік. Ыдыс. «ы» дыбысы. Ыдыс. Екі буын бар. «ы» дыбысы сөздің басында және ортасында келіп тұр екен. Тауық. «ы» дыбысы сөздің ортасында тұр екен. Және алты. Алты сөзінде «ы» дыбысы сөздің соңында тұр екен. Жақсы, келесі. Енді мына нені қайталайық. «ы» дегенім. Ыдыс, іші толған ырыс. Қайдан бірге қайталайық. «ы» дегенім. Ыдыс, іші толған ырыс. Жарайсыңдар. Енді жаңылмай айт дейді. Ықылас пен ыбырай. Ықылас пен ыбырай. Ыдыстарды тасымай. Ұрыс-күлден үлгі алмай, ынтасыз жүр, тілді алмай. Қайтан. Ықылас пен ыбырай, ыдыстарды тасымай, ұрыс-күлден үлгі алмай, ынтасыз жүр, тілді алмай дейді. Жақсы. Енді бізде сурет түрі. Бұл қыз балаға ат қоямыз және не істеп тұрғанын үш графаның ішіне қойып айту керек болатынбыз. Міне ырыс, ыдыс, жуды. Келесі. Тауық және жұмыртқа берілген және үш тірек сызбасы берілген. Тауық жұмыртқа береді. Үш сызба тұрса, біз тек үш қана сөзден тұратын сөйлем құрау керек бізде. Тауық жұмыртқа береді. Жақсы. Балалар, тақырып түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар, кері байланыс күтемін. Бүгін біз «ы» дыбысын өттік. «ы» дыбысы дауысты дыбыс, сөздің басында, ортасында, соңында келеді екен. Және «ы» дыбысынан басталатын сөздерге тоқталдық. Ыдыс, ысқырық деген жаңылтпасы жаттаймыз және сөйлем құрауға дағдыланамыз. Сау болыңыздар.